Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үгітілмелі, әрі нәзік болып шығатын бәліштің рецептін ұсынамын. Менімен бірге қалып, видеоның соңына дейін көріңіз. Достар, мен көптеген рецепттермен пісіріп көрдім, бірақтан дәл осы рецептпен күшті шығады. Мені қараңыздар, іші де асты да толығымен піскен, нәзік болып шығады және үгітілмелі болады. Ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап үгітеміз, яғни крошка жасаймыз. Шекерімізді саламыз, жақсылап қолмен тағы араластырып жібереміз. Енді жұмыртқамызды салып, жақсылап қамырымызды илейміз. Міне осындай қамыр болып шығады. Салмасын дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасы үшін барлық ингредиенттерімізді бірден салып, блендердің көмегімен жақсылап бір келгі болғанша еземіз. Осымен салмамыз дайын, ал енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, формамызға жайып шығамыз. Дайын қамырымызға енді салмамызды саламыз, және де осындай жеміс жидектермен әрлеп шықтым. Қызып тұрған 160-170 градуста 40-45 минут пісіреміз, қызарғанша. Піскен соң бірден формадан шығаруға болмайды, толық суыған соң формасынан шығарамыз. Міне достар, біздің бәлішіміз дайын. Осындай әдемілік үшін осындай сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен керемет болып шығады. Сіздерге сөзсіз ұнайды деп ойлаймын. Егер видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Алда көптеген осындай жеңіл, оңай жасалынатын рецепттермен бөлісетін боламын. Достар, алда тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен болған Мира.